Мен жас маман Житрова Жұлдыз Маратқызы. 2021 жылы Ақтөбе гуманитарлық техникалық әмбебап мультипрофильдік колледжін бітіріп, қыркүйек айында Бестамақ болашақ балалар бақшасына тәрбиеші болып жұмысқа орналастым. Қазір кіші қуыршақ тобының тәрбиешісімін. Менің тәлімгерім зерттеуші тәрбиеші Досова Айман Бектұрғановна. Өзекті мәселесі дидактикалық ойындар арқылы балалардың танымдық қабілеттерін қалыптастыру. Еңбек өтілі 33 жыл. Педагог зерттеуші Айман Бектұрғановна мен жұмыс кезеңдеріміз. Перспективалық жоспар және циклограммамен таныстыру барысында. Тақырыпқа сай көрнекілік пайдалану әдістерін көрсету барысы. Әдіскер Уразалина Гүлнара Басарнадан методикалық көмек. Менің және тәрбиеленушілерімнің жетістіктері. 1 желтоқсан алғашқы президент күніне арналған танымдық оқу қызметі біздің елбасы атты. 16 желтоқсан тәуелсіздік күніне арналған тәуелсіз Қазақстан атты танымдық оқу қызметі. 2022 жылдың 25 қаңтарында мақал-мәтелдер атты ашық тәрбие сағаты өтті. 2022 жылдың 14 қаңтар күні шығармашылық саласындағы мүсіндеуден саңырауқұлақ тақырыбында ұйымдастырылған оқу қызметі өтті. Осы ұжымға келіп, осы ұжыммен бірге жұмыс жасағаныма қуаныштымын. Маған көмектерін аямайтын апайларыма алғысымды білдіремін.